Баршаңызға сәлем, сіздермен Айгерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз үй жағдайында творожный сыр жасаймыз. Менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен 2 айранды 2,5% майлығы бар тоңазытқышқа бір тәулікке қойып қойдым. Міне осылай мұз болып шықты. Енді ыдысымызға салып ерітетін боламыз 5-6 сағат. Достар, менің каналыма тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Себебі жаңадан шыққан видеоны бірінші болып көресіздер. Міне 5-6 сағат өтті, енді еріді. Ендігі кезекте ыдысымыздағы суды төгіп тастап, қайтып орнына қоямыз. Үстіне душакты қойып, марляны осылай төседім. Бір айранды ашып, толықтай құямын осының үстіне. Құйып, суын ағызып аламыз. Суын ағызамыз, толықтай ерімеген қасықтың көмегімен араластыра отырып суын ағызамыз. Ерімеген айранды қасықпен қолымызбен бөліп ерітіп аламыз. Қозғай отырып суын ағызамыз осылай жақсылап. Достар, бұл творожный сырды дайындағаннан кейін кремге қосуға болады, суши жасауға болады. Дәмі өте ерекше дәмді болып шыққан. Екіншісін алып жай ашып шетінен осылай қосып, қасықтың көмегімен суын ағызып аламыз жақсылап. Достар, менің каналымда өте қарапайым тағамның түрлері бар, жасап көрсеңіздер болады. Осылай ерімеген жерлігін қасықтың көмегімен бөліп суын жақсылап ағызып аламыз. Міне, жақсылап араластыра отырып суын ағызамыз. Ендігі кезекте осы марляның бетін жақсылап жауып, ағып кетпейтіндей, ашып кетпейтіндей етіп жауып аламыз. Достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Видеодан көріп, қоятын сұрақтарыңызды комментарий бөліміне қойсаңыздар болады. Мен міндетті түрде жауап берем. Жақсы бетін байлап жауып алғаннан кейін осындай ауыр зат қою керек. Мен осындай ыдыстарды қойып қойдым. 1 сағатқа суы жақсылап ақты. Міне, енді осыны ыдысқа салып аламыз. Дайын. Өте керемет шықты. Ас болсын жасап көріңіздер. Ал қалған айранның суын бауырсаққа, блинаға қосып жасап жесеңіздер болады.